Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Соңғы кездері Қазақстанда қосымша құн салығын көтеру мәселесі қызу талқыланып жатыр. Бұл мәселе парламент қабырғасында да көтеріліп, депутаттардың арасында да талқыға тұздық болды. Ендеше бұл жөнінде экономистер не дейді деген сауал төңірегінде белгілі экономист, кәсіпкер Ербосын Нұрмұқанұлын сөзге тарттық. Қазақстанда қосымша құн салығын өсіру мәселесі қызу талқыланып жатыр. Президент те бірқанша мәрте тапсырма берді. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Қазір Қазақстанда қосымша құн салығын өсіру керек пе? Сіздің ойыңыз қалай? Қосымша құн салығы жалпы осы салықтардың ішіндегі маңызды салық, кем болса болмайтын, бірақ оның мөлшерінің қанша болуы біздің шағын орта бизнестің дамуы мен дамымай қалуына тікелей әсер етеді. Сол үшін оның салыстырмасы өте маңызды. Мысалы, шағын орта бизнес дамыған мемлекеттерде онда оның мөлшері жоғары. Көрші отырған дамыған елдердің біреуі Қытайды алатын болсақ, онда ол қосымша құн салығы 17%. Бірақ Қытайдағы шағын орта бизнестің мөлшері жалпы даму процентін есептейтін болсақ, онда ол 60-70% деңгейге жеткен. Ал бізде шағын орта бизнестің даму қазір әлі 30%-тың ар жақ бер жағында. Біз 35-36%-ге жеттік дейміз. Дәп басып айту қиын, өйткені 2 жылдың алдында 28-29% болатын, аяқ астынан бір 7-8% өсіп кеттік дегенге мен сене қоймаймын. Қазіргі 12% біздің қосымша құн салығы. Енді оны біз 20%-ге өсіреміз деп асыра сілтеушілік. 1-ден 8% өсіру деген енді ол майсаны созып өсіру дейтін баяғыда бір мысал бар еді, бастауыш мектеп оқығанда. Сол сияқты жаңағы майсаны созып өсіру. Бюджетке түскен салықты көбейту үшін қосымша құн салығын өсірсек, ол аяқ астынан көбейіп кететін сияқты. Жоқ, ондай болмайды. Ол керісінше, егер де біз оның механизмдерін дұрыстап қоймайтын болсақ, керісінше экономика көлеңкелі экономикаға кетеді. Керісінше түсетін салық азайып кетеді. Егер де біз шағын орта бизнестің көлемін қазір енді 30% десек, біз мүмкін 40-50%-ге жеткен кезде дамыған елдердегі сияқты бір 17%-ге жеткізсек, онда дұрыс болады. Егер осындай шағын орта бизнестің көлемі аз болып тұрған кезде 1-ден 20%-ге көтеретін болсақ, біздің экономиканың дамуына керісінше кері ықпал көрсетеді. Экономика көлеңкелі бизнеске кетеді да, түсетін салық керісінше аз болады. Сізше бюджет тапшылығын толтырудың тағы қандай маңызды жолдары бар? Мәселен, айыппұлды көбейту жолымен бюджетке түсетін түсімдерді көбейту қаншалық қисынға сияды? Бюджеттің кіріс қайнары өзі екі түрлі. Біреуі жалпы салықтық кіріс, біреуі салыққа жатпайтын кіріс. Ал енді жаңағы шытырап мемлекеттік қызметтер, олардың барлығы бюджетке кіретін табыстың біреуі, ол жаңағы салыққа жатпайтын кірістер. Егер де біз салыққа жатпайтын кірістерді көбейту арқылы бюджеттің тапшылығын толтырамыз десек, онда біз қателесеміз. Тек салыққа жатпайтын кірістер, олар бюджеттің қосымша кірістері. Біз егер де сол арқылы бюджеттің тапшылығын жоямыз десек, онда біз қоғамда орнықсыздық, қоғамда конфликт, қайшылық солар тудырамыз. Сол үшін әрбір нәрсе жалпы бюджетке жатпайтын түсімдердің өзінің қалыбында болу керек. Еселеп өсуге болмайды. Сингапурдан үйренедігіміз деп, Сингапур не істесе, соны істейміз десек, ол болмайды. Бізге Сингапур үлгі болмайды. Оның себебі не? Сингапур айналдырған бір ғана қала, біздің Астананың үлкендігінде ғана бір қала ол. Сода 5 миллион халық жасап отыр. Оның кірісі салыстырмалы түрде, оның дүниедегі алдыңғы қатардағы әлемдегі табыс көзі жағынан да, табысы жағынан да ол алдыңғы қатардағы мемлекет. Оған тура қаншалық штраф болса да адамдардың табысы соған сәйкесті. Ал енді біздің қоғамда әзірге біздің қарапайым халықтың табысы біздің штрафқа сәйкессіз. Әр нәрсе өзінің лайығында болу керек. Штрафты көбейту арқылы түсімді көбейтеміз, болмаса осы қатынас қағидасына қайшы келетін бір жолата пышақпен кескендей штраф арқылы тиямыз десек, онда ол өте асығыстық. Ол мүмкін емес. Тек біз қоғамда қайшылықты көбейтеміз. Сондықтан ол жалпы штрафтың деңгейі
ол адамдардың санасына, адамдардың табысына байланысты өсу керек. Біздің санамызда, табысымызда штрафты сондай аяқ астынан өсіріп жүретіндей деңгейге жеткен жоқ. Қазір Қазақстанда шетелдің тауарлары көбейіп барады, әсіресе көрші елдерден тіке келіп, үлкен базарларымен келіп, біздің осы ірі қалаларымызға орнығып жатқан жайы бар. Бұл жағдай барған сайын көлем ала берсе, болашақта біздің ұлттық буржуазиямыздың күйреуіне, яғни осы саудамен нәсібін тауып отырған, нәпақасын тауып отырған шағын және орта бизнестегі кейбір азаматтарымыздың экономикалық жақтан тұралауын алып келмей ме? Сіз осы жағында ойыңыз қалай? Жалпы бизнестің аты бизнес. Біз сырттан кіргізбей қою, бізге әсер етіп жатқан қазіргі жаһандану жағындағы экономиканы тосу мүмкін емес. Алайда бізде өзіміздің экономиканы қорғайтын белгілі бір өнімдеріміз бар. Мына өнімдерді қорғауымыз керек деген Дүние сауда ұйымының өзінің шарты бар. 17 түрлі ме сондай бір өнімдерді сөзсіз қорғауға болады заңды түрде. Біз соны қорғаудың шарт астында сырттан кіретін жалпы тауарларға шектеу қоймауымызға болады. Соларды қорғаудың шарт астында. Біз өзіміздің экономиканы қорғайды екенбіз деп, біз барлық тауардың кіруіне шектеу қойып тастайтын болсақ, болмаса оның салықтарын өрлетіп жіберетін болсақ, онда тауар жалпы бізде қымбаттайды. Бұл енді аяқ астынан біздің өндірісті өсіріп жібереді деу, ол да ақылға сыймайды. Біз қандай өндіріс қалыптастыруымыз керек? Біз өндірісті қалыптастырғанда біздің қазіргі экономикамызды құрап отырған үлкен ірі кәсіпорындар өндіріс қандай өндіріс? Соған негізделіп біз өзіміздің жаңағы шағын орта бизнестің өндірісін қалыптастыру керек. Біздің негізгі экономикамызды құрап отырған құраушы экономика маңызды экономика қайсы? Ол мұнай, жер асты байлығы, яғни тау-кен өнімдері, осы шикізаттар. Онда біз тек осы жоғарғы ағарға ілесіп төменгі ағарға қалыптасу керек. Біз енді барлығын өндіреміз деп айта алмаймыз. Біз жалпы біздің халқымыз аз, сондықтан соның барлығына осы өндірісті қалыптастырамыз деп тыраштанудың керегі жоқ. Бірақ алайда біздің негізгі экономикамызға қажетті өндірісті соны ұстауымыз керек. Бізде әзір хабтар құрылып жатыр. Қорғаста, әрбір қалаларда үлкен жалпы сатудың хабтары құрылып жатыр, складтар яғни. Солар құрылу арқылы не болып жатыр? Қытайдан тауар келіп жатыр, ол тіке сатылып жатыр. Қазіргі бұрынғы сияқты аралықтағы бірнеше бөлшектің сату, оптым сату деген бөлшектердің барлығы, ортадағы түйіндердің барлығы кесілді. Қазір бұдан кейінгі сауданың жолы тіке сату, яғни интернет арқылы тіке сатуға көшіп кетті. Одан біз ешқашан сақтана алмаймыз. Ал енді біз соған икемделуіміз керек тек қана. Содан жол табуымыз керек. Ел басқа елдерде не істеп жатса, бізде соны істеуіміз керек. Содан үйренуіміз керек. Одан басқа шығар жол жоқ. Әрине, жалпы экономика қазіргі енді бизнестің бәсеке барысында талай кәсіпорындар күйрейді, талай кәсіпорындар барлыққа келеді. Ал енді сол жалпы ортаға үйлескені ғана өмір сүреді, үйлеспегені күйрейді. Бұл экономиканың заңдылығы. Алайда біз осының салыстырмасын мемлекет макро жақтан реттеп отыру керек. Одан басқа шығар жол жоқ қазір. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.